Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге керек кеңес арнасы. Салбыраған бет терісін 3 аптада тазартатын 3 маска. Бұл 3 маска ботокстан кем түспейді. Үшеуін де әркім үй жағдайында жасай алады. Сонымен қатар 3 маска да барлық адамға қолжетімді. Әйел өмірінде қай іске көп уақыт жұмсайды десе, мен айнаға қарауға деген болар едім. 30 жасқа дейін сұлулығына тамсана, айнаға жиі қараса, ал 30-35 жастан соң байқала бастаған әжім ізіне маска жасап айна алдында ұзақ отырады. Сіз қайсысына жатасыз? Егер жасыңыз 30-дан асып, сізде әжім ғана емес, босаңси бастаған бет пен мойын терісі де ойландыра бастаса, косметолог мамандары мынандай маскалар қолдануға кеңес береді. Бірінші маска. Бірінші масканың ерекшелігі бет терісінің тартуға арналған масканы таңертең дайындайсыз, кешке қолданасыз. Сізге керекті заттар: зығыр дәні, 1 стакан қайнаған су және қағаз майлық. Дайындалу тәсілі: 1 шай қасық зығыр дәніне 70 мл қайнаған су құйып, 1 минут шайқаңыз. Одан кейін қағаз майлықпен бетін жауып, кешке дейін тұндырыңыз. Қолдану тәсілі: кешке бетті және мойынды жуып, макияждан тазартып, мақта тампонмен таңертең дайындалған тұнбаны жағасыз. Бірінші жұқалап жағыңыз. Ол кепкен соң тағы да 1 қабат жағу керек. Осылайша 5 рет қайталаған дұрыс. Екінші маска. Сізге керекті заттар: картоп крахмалы мен су ғана. Дайындалу тәсілі: 1 ас қасық ұнтақ крахмалды 100 мл салқын суға салыңыз. Оның үстінен осы мөлшерде қайнаған ыстық су құйып, араластырыңыз. Баяу отқа қойып, қоюланғанша қайнатыңыз. Оттан түсіріп, 5 ас қасық жаңадан сығылған сәбіз шырыны мен 1 ас қасық қаймақ қосыңыз. Жақсылап былғап араластырыңыз. Қолдану әдісі: тазаланған бет пен мойын терісіне жағыңыз. 25 минуттан кейін жылы сумен жуыңыз. Бұл масканы аптасына 2-3 рет қолдануға болады. Үшінші маска. Қайнатылған картоп пен жұмыртқаның сары уызы да өте үнемді және тиімді масканың бірі. Бұл маска теріні тартып қана қоймайды, сонымен қатар нәрлендіреді және ағартады. Сізге керекті заттар: 1 дана картоп және 1 дана жұмыртқа. Дайындалу тәсілі: картопты қайнатып, қабығынан тазартып, езу керек. Оған жұмыртқаның сары уызын қосып араластырады. Қолдану әдісі: жылы күйінде бет пен мойын терісіне жағады. Толық суығанша бетте ұстайды да жуып тастайды. Аптасына 2-3 рет жасауға болады. Ескертетін 3 жайт: бетіңізге масканы жаққаннан соң күлуге, ашулануға, сөйлеуге болмайды. Яғни мимикалық қылық жасамауға тырысыңыз. Екінші, бетіңізді қайнаған жылы сумен жуып, түнге арналған крем жағыңыз. Үшінші, бұл мойныңыз бен бетіңіздің салбыраған терісін тартуға арналған процедураларда 12-15 күн қабылдау керек. Бұл маскаларды неғұрлым уақытылы жасайтын болсаңыз, нәтижеде соғұрлым жылдам байқалып, әжімдер мен тері қатпарлары тартылып жатқанын өзіңіз-ақ аңғаратын боласыз. Тек масканы жуынғанда қолыңызбен теріні қатты ысқыламауға тырысыңыз. Сондай-ақ түнде ұйықтағанда мейлінше шалқаңыздан жатуға тырысқаныңыз абзал. Бір бүйірімен жату және биік жастық теріде әжімнің ерте пайда болуына ықпал етеді. Сіздермен болған керек кеңес арнасы. Бізді жоғалтып алмау үшін каналымызға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеода мен сіздерге босанғаннан қалған қара пигментті дақтарды қалай кетіруге болатын әдістерді айтатын боламын.